Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде 9-шы сабақ. Ақ лағым бар. У меня есть белый козленок. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Қора, сарай, лақ, козленок. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной и запомни окончание. Тәуелдік жалғау. Менің лағым. Сенің лағың. Сіздің лағыңыз, оның лағы. Это в переводе как мой козленок, твой козленок, ваш козленок, его козленок. Мәтінді оқы. Прочитай текст с переводом. Атам ауылда тұрады. Дедушка живет в деревне. Мынау қора. Это загон. Қорада кішкентай лақ бар. В нем есть маленький козленок. Лақ ақ, козленок белый. Лақ сүйкімді, козленок милый. Мен лақпен ойнаймын. Я играю с козленком. Менің лағым әдемі. Мой козленок красивый. Лағым ойынды жақсы көреді. Козленок любит играть. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Әлібектің атасы қайда тұрады? Где живет дедушка Әлібека? Ауылда. Әлібектің лағы қандай? Какой у него козленок? Әдемі, сүйкімді, ақ. Лақ қайда? Где козленок? Лақ қорада. Әлібектің лағы нені жақсы көреді? Что любит козленок? Ойынды. Сенің лағың бар ма? У тебя есть козленок? Иә. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Поставь правильное окончание. Мынау атамның үйі. Мынау менің ақ лағым. Сенің лағың бар ма? Аулада қора бар. Оның лағы. Оның лағы жоқ. Қорада лақ бар. Олардың лақтары. Бұл тәуелдік жалғауы. Это притяжательное окончание. Үшінші тапсырма. Суреттерге қарап сөйлемдерді толықтырып айт. Составь предложение. Выполни устно. Менің лағым бар. Сенің лағың бар. Сіздің лағыңыз бар. Оның лағы бар. Менің алмам бар. Сенің алмаң жоқ. Сіздің алмаңыз бар. Оның алмасы бар. Ребята, скоро я выложу вам видеоурок, где буду объяснять, как вставлять окончание, притяжательное окончание, как склонять. Төртінші тапсырма. Адасқан әріптер ойыны. Әріптерді орнына қойып жаз. Здесь надо правильно расставить буквы и найти слова. Бірінші сөз лақ, ойнайды, қора, шарбақ, ақ, қызыл. Бесінші тапсырма. Жағдаят. Сенің сүйкімді ақ лағың бар. Ол сенімен ойнайды. Досыңа лағың туралы айтып бер. Досың да саған өзінің лағы туралы айтсын. Ситуация. У тебя есть милый белый козленок. Он играет с тобой. Расскажи другу про своего козленка. Пусть твой друг тоже расскажет про своего козленка. Составь диалог. Примерный диалог. Сәлем, Әлібек. Менің ақ лағым бар. Сенің лағың бар ма? Иә, менің де лағым бар. Ол менімен ойнайды. Сенің лағың қандай? Менің лағым сүйкімді. Алтыншы тапсырма. Мына суреттердегі лақтар туралы не білесің? Досыңмен диалог құр. Здесь вы должны составить диалог по картинке. Можете использовать предыдущий диалог. Жаттайық. Выучи. Бөрте лақ. Шөре-шөре лағым. Тентек болма шырағым. Секектеме деміңді ал, селтең демей құлағың. Лияс Жансүгіров. Есте сақта, запомни, қорада лақ бар. Менің ақ лағым әдемі.
Менің лағым сүйкімді. Мен лақпен ойнаймын. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.